Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді өте керемет платформамен таныстырғым келіп отыр. Бұл платформаны сіз сабақтың басынан аяғына дейін пайдаланасыз. Яғни, осы бір платформаны пайдалана отырып, сіз барлық сабақ барысында қолданылатын әдіс-тәсілдеріңізді осы платформаның ішіне жинақтасаңыз болады. Ол үшін lessonup.com деп Google жолағына жазамыз, содан кейін тіркелу жұмыстарын жүргіземіз. Тіркелу Google аккаунт арқылы жүзеге асырылады, сосын сіздерге таңдауға байланысты әртүрлі сұрақтар қойылады. Сол сұрақтарға жауап беріп, осылай Lessonup платформасына тіркелесіздер. Тіркеліп болғаннан кейін New Lesson батырмасын басамыз да, жерге яғни тақырыбын жазасыз. Сабағыңыздың тақырыбы немесе пәніңізді жазып қойсаңыз болады. Тақырып жазғаннан кейін окей батырмасын басып, бізде өздеріңіз көріп тұрғандай роботтар деген тақырыпты алдым. Ең бірінші бет слайд. Яғни осы слайд деген бетке сіз өзіңіздің тақырыбыңыздың атын, яғни сабағыңыздың тақырыбын жазып қойсаңыз болады. Және бұл жерге сіз өзіңіз қалаған суретті өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты осы жерге, яғни фон ретінде қойсаңыз да болады, әртүрлі мақсатта қойып қойсаңыз болады. Енді әрі қарай жұмыс жасау үшін тағы да ат батырмасын басамыз. Мысалға, тақырыптың мақсатымен бүгінгі тақырыптың атауымен таныстырып болғаннан кейін сізде қандай тапсырма болады? Мысалға, тест жұмысын ұйымдастыруыңыз мүмкін үй тапсырмасына байланысты, содан кейін әртүрлі әдіс-тәсілдерді өздеріңіз осы жерден таңдап ала берсеңіз болады. Немесе видео қоюға болады, YouTube-тан сілтемесін алып, кез келген YouTube-тан сілтеме алсаңыз болады, немесе скачать етілген дайын видеоларды өзіңіз осы жерге загрузить етіп қойсаңыз болады. Мысалға, деректерді сүзгілеу деген бізде YouTube-тан алынған видео сабақ, яғни осы видео сабақты осының ішіне қойып қойсаңыз болады. Келесі ат батырмасын басу арқылы тағы да мысалға квиз қойғыңыз келе ма, майндап түрінде қойғыңыз келе ма, немесе ашық сұрақ қойғыңыз келе ма, фото қойып оның астына сұрақ қойғыңыз келе ма, әртүрлі. Мысалға, пол деген бар, ол кері байланысқа алуға болады. Яғни, бір платформаны пайдалана отырып, сіз сабағыңызды басынан аяғына дейін ұйымдастыра аласыз. Енді квиз деген таңдап көретін болсақ, бізде үшінші слайд, бізде уже квиз болды. Мысалға, үй тапсырмасы қандай тапсырма болды, сол бойынша сұрағыңызды қойып қойсаңыз болады. Мысалға, роботтар қашан пайда болды деген сұрақты мысал ретінде мен қоямын. Мысалға, қай ғасыр? 6-шы, 7, 8, 9 болсын. Мысалға, сіз сұрақты қойғаннан кейін сұрақтың жауаптарын сіз әртүрлі формада қойсаңыз болады. Сурет ретінде, дауыс ретінде, әртүрлі, мына жерде мысалы текст ретінде, әртүрлі шаблонда қойсаңыз болады. Енді төменгі жақта тұр, дұрыс вариантты белгілеу үшін, мысалға бізде С вариант дұрыс болса, С-ны белгілейміз. Осылай бізде үшінші слайд пайда болды. Енді ат батырмасын басу арқылы, мысалға келесі шаблонды таңдап көрейік, ол mind map деп аталады. Яғни, ассоциация әдісіне келе ма бұл, әлде ассоциация әдісіне келеді. Мысалға, ана жерге роботтар деп жазамыз да, оқушылар осы ішіне, төртбұрыштардың ішіне өзінің жауаптарын жазып шығатын болады. Тағы ат батырмасын басып, мысалға, соңғы жағында қандай тапсырма қоясыз? Мысалға, open questions'ты таңдасаңыз да болады. Ол жерге, мысалға, бүгінгі тапсырмаға байланысты ашық сұрақтарды жазып қойсаңыз болады мына жерге. Келесі слайдты қосу үшін тағы ат батырмасын басып, полды таңдайтын болсақ, пол деген бұл жерде сіз мысалға кері байланысқа сұрақ қойып қойсаңыз болады. Яғни, мысалға, оқушы осы берілген фигуралардың ішіне мысалға жауаптарын жазады. Мысалға, бүгінгі сабақ қалай болды дегенде күшті деген сияқты осылай оқушыға ұсына аласыз. Енді оқушыға бұл
барлығын өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты асықпай егжей-тегжейлі жасап болғаннан кейін оқушыға ұсыну үшін шея батырмасын басамыз. Оқушы сілтемемен кірсе болады. Яғни копировать етіп оқушыға сілтемені жіберсеңіз болады. Және де біз тапсырмамызды өзіміз, яғни интерактивный тақта сабақ барысында көрсету үшін teach батырмасын басып қоямыз. Мына жерде мысалға бұл слайд қанша уақытқа керек? Мысалға бізде 45 минут бойы орындалса 45 минут деп қоямыз. Мысалға мына жерде өзіңіздің тақырыбыңызды сақтап қойсаңыз болады, пәніңізді, және оқушының жас ерекшелігін осылай белгілеп қойсаңыз болады. Мінекей бізде осындай сілтеме арқылы оқушы тақырып жаңағы тапсырмамен оқушыға бөліссеңіз болады. Енді оқушыда қандай кейіпте пайда болды біздің тапсырмамыз, соны көретін болсақ, мінекей вставить батырмасына басып lesson.com. Мінекей оқушыға осылай біздің яғни жіберетін тақырыбымыз көрініп тұрады. Начать урок батырмасын басады оқушы. Мінекей оқушыда осындай бейне пайда болды. Енді келесі өту үшін келесі бетке следующий батырмасын басып отыра береміз. Оқушы видео сабақты көреді. Келесі мысалға мынау жаңағы осы тапсырмаға кіретін, яғни осы біздің сабағымызға кіретін QR код. Келесі мысалға біздің уже тест жұмысымыз пайда болды. Тест жұмысын мысалға белгілеп кетеді оқушы. Оқушы белгілейді. Одан кейін мысалы роботтар қашан пайда болды? Мінекей дұрыс жауабы дұрыс емес, яғни дұрыс жауабының қасына птичка қойылады да, дұрыс емес жауап сарымен боялып тұрады. Мінекей осылай мына жерге роботтар деген жерге оқушы өзінің жауаптарын енгізе алады. Келесі бізде яғни жасаған тапсырмамыз осымен аяқталды. Мына жерге кері байланысқа оқушы осы төртбұрыштылардың ішіне, яғни төртбұрышты формалардың ішіне өзінің кері байланыстарын жазып қойса болады. Мінекей осымен осылай сабағымызды аяқтаймыз.